өтем. Қызғылт лихорадка деген температурасы бар және денесі қызғылт ыстық болады, аяқ қолы. Бұндай кезде есік терезені ашып, жеңіл киіндіріп, денесін оттирания жасаймыз 4-5 рет, я. Одан кейін парацетамол, ибупрофен дәрілерін береміз. Сосын араларын, яғни қарап отыруыңыз керек. Бір дәріні бірнеше бермейсіз, передозировка болуы мүмкін, я. Парацетамол бердіңіз, парацетамолды бір рет бергеннен кейін аралары 4-5 сағат болу керек. Парацетамол бергеннен кейін тағы 1 сағат, 2 сағаттан кейін температура көтерілсе, ибупрофен береміз. Ал енді ақ қызба, белая лихорадка туралы сөйлесейік, температурасы бар, аяқ қолы мұздай, ондай кезде не істейміз? Баланы аяқ қолын жылытуға тырысамыз, жылы шұлық кигіземіз, сонымен қатар, яғни грелка болса грелка қоямыз, болмаса бутылкаға жылы су қойып қоямыз, терісі күймеу үшін матамен орап қоюға болады, жылыту үшін.